Söyleyeyim demişlerge ruhsat, bırak özlerimizi tanıştırıp, söyleyip barıp sözlerimizi жалғастырсаңыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын, қымбатты ағайын. Бүгін өте жақсы, қуанышты күн болып отыр. Үлкен академик ағаларымызбен бірге отырып, өзіңізді таныстыра кетіңіз. Және 2-ақ минут. 1 минут. Алматы қаласы Аллажар қолдау қоғамдық қорының атқарушы директоры Болат Бөтеев. Бүгін үлкен ағаларымызбен бірге отырғанымызға қуаныштымын. Осы жағдайды пайдаланып, мен бір ұсыныс айтқым келіп отыр. Жаңа ағаларымыз айтқан дұрыс, өмірдің өсуіне байланысты конституциямыз ылғи дамып, өзгеріп отыру керек. Менің ойымша, бүгін мына 7-ші бапқа өзгеріс енгізетін уақыт туды дейді. Себебі 7-ші бапта Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл қазақ тілі дейді. Екіншісі, мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады дейді. Осыған 3-ші тармақ қосатын уақыт келді. 3-ші тармақ, мемлекеттік тілді меңгеру және дамыту Қазақстан Республикасының әрбір азаматының қасиетті парызы және міндеті деген қосу керек. Себебі қазір жаңағыдай сіздер айтқан қиын заман өтті, қазір елдің бәрі, жастарымыздың бәрі қазақша сөйлеп жатыр, бірақ осы конституциялық норма, жаңағы 2-ші тармақ, көп жерде орындалмайды. Себебі жаңағыдай бап керек тармақ. Егер сол кіргізсек, кез келген жерде конституция орындалады. Сондықтан бүгінгі осы отырысымызда біздің конституциямыздың осы жерде, осы залда орындалғанына қуанып отырмын. Бүгін бірінші рет жаңағы 7-ші баптың 2-ші тармағы орындалып отыр. Тепе-тең сөйлеп отырмыз, жаңағы екі тілде. Сондықтан алдағы уақытта да осындай жеңістер кете берейік. Рахмет.